Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз Айзия екеуміз үйде жалғыз қалдық, қыздардың бәрі ауылға кетті бүгін қыдырып. Енді қазір іңкәр келе жатыр екен, біздің үйге қонақ болып келе жатыр. Сол іңкәрға мен бір пранк па бірдеңе жасасам екен деп ойланып отырмын. Бірақ қандай пранк екенін ойыма еш келмей тұр. Сіздер комментария жазыңыздаршы, қандай пранк жасасақ болады. Мүмкін білмей тұрмын, қазір іңкәр келгенде көреміз. Сіздер де варианттарды жаза кетіңіздер. Ал біз қазір іңкәрді күтіп отырмын. Міне достар, үйде ешкім жоқ. Айзия ұйықтап жатыр. Және ұйықтап қалды бұл қыз. Ұйықтап жатыр қазір. Әдемі ұйықтап жатыр. Ал іңкәрді күтіп отырмын мен, әлі жоқ, келген жоқ. Жатқан шығар. Сонымен қандай пранк? Сіздер жазыңыздар. Мен міндетті түрде комментарий оқитын боламын. Ал сіздер мынандай пранк бар, мынандай видео түсіріңіздерші деп бізге комментарий жазыңыздар. Мен міндетті түрде оқимын. Ал әзірше қазір іңкәрі жоқ, іңкәрді күтіп отырмын. Обед болды, сол обедте ішпей отырмын, қазір іңкәр келсін деп. Сонымен қазір видео қызық болайын деп тұр достар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге лайк, комментарий жазып, бізге міндетті түрде тіркеліңіз. Ал онда іңкәрдің келген күтеміз. Мә достар, іңкәр келді, қазір іңкәрді күтіп аламыз. Қазір есігі тоқылдатты, ол қазір лифтпен шығып келе жатыр. Қазір қызық пранк болайын деп тұр. Ол қазір міндетті түрде үйге кіресіп қазына мен Раяннан іздейді. Ал мен оларды үйде тығылып қалды деп айтамын. Ол үйдің бәрін іздейді, сосын таппайды. Мә достар, қызық пранк болайын деп тұр. Сіз видеоны соңына дейін көріңіздер. Мә достар, маған қызық болып тұр. Вау, іңкәреті қалайсың? Сен видеоға түсірейші деген ғой. Қалай? Бұны блог түсіріп отқан ғой екен. Қазына темірған бүкіл айтайды. Олар ма? Тығылып қалды. Іңкәр сен келеді деп тығылып қалдылар. Сен? Иә. Сенде бір айтып. Бір өзің келдің бе? Иә. Негізі азында папа келіп тістейтін еді. Үлгермей қалдым папаға. Іңкәр іздеп жатсың ба? Менен тығылмашақ па? Сен келеді деп олар тығылып қалды ғой. Іздеп жатсың ба, іңкәр? Мен білетін сияқтымын оның қайқа тығылады. Қайқа тығылды? Светчі қайықта. Бірақ сен олар таппайсың сен. Түсінесің? Олар ше көрінбейтін жерге тығылып қалды ғой. Көрінбейтін жерге ма? Іңкәр таба алмайды бізді деді ғой. Секретный жер ма? Иә, секретный жер бар біздің үйде. Ана жер ашық тұр ғой? Қай жер? Біліп қойған сияқты ғой? Что-то таба алмайсың ау сен, іңкәр? Ананың үстіне қалай шықты? Ананың үстіне қалай шықты? Ойға сыймайды да ғой төбеге. Үшеуі қайда сыйып кетеді ғой? Үшеуі бір жерге тығылды ма? Иә, қазына Раяна Темірлан үшеуі тығылып қалды ғой. Подсказка жоқ па? Подсказка жоқ. Қабаден. Мә достар, іңкәр іздеп жатыр, бірақ таппай жатыр бар ғой. Үшеуін таппай жатыр, бөледі сол жаққа тығылып сыя ма не болар? Сия болады ғой, сен тығылыпсыз. Мә достар, қызық болып жатыр мен. Маған вообще қызық видео болайын деп тұр достар. Достар, егер ойын ары қарай жалғаса берсін десеңіздер, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Тиіспей ұйықтап жатыр. Мен арасынан сеп кетуім мүмкін, бірақ ыстық қалады да. Наға ма? Тығыз онаға ма? Не? Көрсет. Сиямады.
Нұрайеннің қазына екеу сия алады ішіне. Сия ма? Сияды. Достар, іңкәр таба ала ма, таба алмай ма екен? Қалай ойлайсыңдар? Балконға тығылды ма? Қалай ойлайсыңдар? Іңкәр таба ала ма, таба алмай ма екен? Что-то іңкәр таба алмайтын сияқты. Жаңағы жерді обязательно көру керек, достар. Ашық тұрған жер ма? Я. Ана төбесіне. Достар, жаңа что-то подозрительно ана жер ашық тұр. Олар мені қашырған жоқ. Бұндай бөлмеге барғанда ана бөлмеге. Білмеймін, соны іңкәр келеді деп сразу тығылып қалды ғой. Негізі олар обязательно кухняға емес тығылмайды. Мәселе. Қажет көрмедім, сосын туалетті көрмедім, бірақ оған тығылмапты. Нағым біліп аша беруге болма, негізі? Нағым біліп аша беруге. Оны қайтып ашасың ол? Нағым. Бойың жетпейді ғой, мінгенде де. Ойын жететін жер? Сен осының ішінде деп ойлайсың ба сонда? Қазына района тема. Оның ішінде жоқ ғой, пакет құтылы. Жабылмайды ғой. Қайға тығылды ма? Қайға тығылды деп ойлайсың? Үйге тығылды ма? Иә. Сынып болады. Артын көрген болады. Жоқ, достар. Достар, жоқ, таппай жатыр. Не істейміз? Шыға берсін деп айтамыз ба? Пока что шықпай қойсын. Шықпай қойсын ба? Негізі әрқайсысы әр жерге тығылған сияқты. Деп ойлайсың ба? Солай деп ойлайсың ба? Иә. Өйткені андайда бізде Сәлдеді табу қиын болады. Қиын олар. Айттым ғой, таба алмайсың деді. Іңкәр айттым ғой, оны таба алмайсың ау сен. Іңкәр? Сіз мына жаққа қарай бұрдыңыз ғой? Білмеймін, тапсай сен өзің. Олар ашылып кетпесін деп жауып отыр. Қайға тығылады олар ше? Білмеймін. Топ қойған сияқты. Қойш? Қай жерде? Мына жақта деп ойлайсың ба? Ол сыймайды ғой. Сияды ғой? Сыймайды да ғой. Үлкен ғой шкаф. Сияды деп ойлайсың ба? Иә. Білмеймін, көрсең да столды ашып көр онда. Мен қайға тығам оларды? Сіз... Жоқ, олар іңкәр келе жатыр деуім, сразу тығылып қалды ғой. Сен келе жатқаннан. Вай деп шығады. Бармаймын. Барма екен? Мен бәлем, бүкіл шкафты маңандай не қылып қойғасыздар ма? Иә, андай не киіндіріп қойғанбыз, ондай көрінбейтін киім. Слышала. Ой, пакет сөйтіп тұр екен. Бар ма екен ішінде? Әте скрыто қойғасыздар ғой? Значит, киінген болып тұр ғой? Пакеттің ішіне отыр ма? Иә. Мост не заработала. Іңкәр таппай жатыр. Не істейміз, айтамыз ба оған? Айтсаңызшы. Айтайын ба? Бұл саған бірақ! Ана қақта? Олар жоқ. Қақта? Ауылда. Ауылда ма? Ауылға кеткен бүгін асында. Бүгін бір іңкәрға пранк жасайшы дедім де, күшті болды ғой іңкәр. Кәдімде сенің реакцияңды көрейші қандай болады деп. Достар. Негізі шынымен тығып қалатын. Иә, негізі шынымен ойлады тығылып қалды деп, бірақ іңкәр алданды. Бәзе кроссовкалар жоқ ана жерде. Иә. Ал достар, осымен видеомыз аяқталды. Іңкәрдің реакциясын сіздерге де қандай болған ұнаса, лайк, комментария басып, міндетті түрде тіркеліңіздер. Пока-пока.